Ежелгі дәуірлерден бері адамдарды ғарыш пен алыс жұлдыздар қызықтырды. Тіпті жерге ең жақын аспан денесі айдың өзі құпияларға толы. Дегенмен жер планетасының серігі туралы мәліметтер де аз емес. Ғалымдардың айдың қалай пайда болғаны туралы әлі күнге дейін ортақ пікірі жоқ. Жер серігі күн жүйесі пайда болғаннан кейін 100 миллион жылдан кейін пайда болды деп болжайды. Бірақ бұл процесс нақты қалай болғаны да толық анық емес. Американдық ай экспедицияларынан кейін бүгінде ғалымдардың көпшілігі ай біздің планетамыздың басқа аспан денесімен соқтығысуы нәтижесінде пайда болды деп санайды. Айды зерттеуде итальяндық астроном және физик Галилео Галилейдің қосқан үлесі өте көп болды. Ол сонау 1609 жылы алғашқы телескоп құрап шығарып, айдың беті таулар мен аңғарлардан тұратынын анықтады. Көріп отырғандарыңыздай ең бірінші телескоптың түрі дәл осындай болды. Қазіргі телескоптармен салыстыруға әрине келмейді. Ал жер серік деген терминді қалай түсінесіз? Айды біз жердің табиғи жер серігі деп атаймыз. Табиғи еместерге адамдардың жер орбитасына жіберген құрылғыларын атаймыз, яғни спутниктар. Алғашқы жасанды спутник бір жер серігін Совет одағы сонау 1957 жылы жібереді. Бұл жаңалық Американың ғарыш кеңістігін зерттеу орталығы НАСА-ны ашуға түрткі болды. Сол жылдары екі ел арасында ғарышты зерттеу жарысы қарқынды жүріп жатқан болатын. Ал қазіргі таңда әртүрлі есептеулер бойынша жер орбитасында 6000-ға жуық жасанды жер серік бар. Бірақ бұлардың 60% жұмысқа жарамсыз, яғни ғарыш қоқысы саналады. Айдың ең маңызды қасиеттерінің бірі ол оның жердегі толқындарға әсері. Айдың өзінің гравитациясы бар, яғни заттарды өзіне қарай тарту қасиетіне ие. Сондықтан айдың жерге жақынырақ жағында су деңгейі жоғары болады және толқындардың да болуы осыдан. Ай мен жерді салыстыратын болсақ, айырмашылығын қарапайым доптардың көмегімен оңай түсіндіруге болады. Біздің жер планетасын баскетбол добы деп алсақ, айды теннис добы деуге болады. Табиғи жер серіктің радиусы 1737 шақырым, ал жердікі 6371, яғни айырмашылық шамамен 4 есе. Айдың жерді айналу жолы барлығымыз ойлағандай шеңбер емес, эллипс болып келеді, яғни сопақшалау жолмен айналады. Және біздің жердің орналасуы бұл эллипстің ортасында емес. Осыған орай бізде екі нүкте пайда болды. Перигей нүктесі айдың айналуы кезіндегі ең жақын нүкте, 356 000 шақырым. Екінші нүкте апогей нүктесі, ең алыс нүкте 406 000 шақырымды құрайды. Сондықтан айдың перигей нүктесіне келгенде біз айды ерекше үлкен етіп көреміз. Жалпы адамдар шын мәнінде айда болып көрді ме? Әлем бойынша американдықтардың шын мәнінде айға ұшқанына күмәнмен қарайтындар көп. Яғни барлық фото, видео материалдар кино түсірілім алаңында жасалған деп есептейді. Демек барлығы өтірік болғаны ма? Жоқ, олай емес. Аполлон миссиясының ұшуын Совет одағы мен басқа да мемлекеттер ашық түрде радиостанция арқылы бақылап отырды. Және айдан әкелінген тас үлгілері мен ұшақтың қонған жерінің фотолары басқа елдердікімен салыстырылған болатын. Айға алғашқы рет 1969 жылдың шілдесінде Аполлон 11 ғарыш кемесі қонды. Нил Армстронг пен оның серіктесі Баз Олдрин 2 сағат 31 минут 40 секундқа ай бетіне шығады. Айдың бетіне аяқ басқан алғашқы адам Армстронг тарихи фразаны айтады. Бұл адам үшін кішкентай бір қадам, бірақ бүкіл адамзат үшін үлкен секіріс. 69 мен 72 жыл арасында пилотталған 6 қону орын алды және жалпы есеппен айға 12 адам барып қайтты. Ал 1961 жылы 12 сәуірде Юрий Гагарин әлем тарихындағы ғарыш кеңістігіне ұшқан алғашқы адам болды. Восток зымыран тасығышы біздің Қызылорда облысындағы Байқоңырдан ұшырылды. Кейіннен бұл күн космонавтика күні деп жарияланды. Ойланып көрдіңіз бе, түнде ай неге жарық? Айдың сәулесі бұл күн сәулесі. Күнге қарағанда ай өз бетімен жарық бере алмайды. Яғни күннің түскен сәулесі ай бетінен шағылысу арқылы жарық болады. Жерге дейін бұл жарық 1,26 секундта жетеді. Айдағы атмосфераның тығыздығы төмен болып келеді. Осыған орай айда температура түнде -173 градусқа дейін және күннің астындағы нүктеде +127 градусқа дейін барады. Мұндай құбылысты биік тауларға шыққанда байқауға болады. Сол себепті мұндай жерлерде демалу қиындай бастайды. Енді айдың бетіне келейік. Айда су бар ма деген сұрақ туады. Американдық ғалымдар айдың топырағын зерттеп, құрамында судың мөлшері бар екенін анықтайды. Осы деректерге сүйеніп, орын таңдап НАСА Элкросс зонды көмегімен бомбардировка жасайды. Нәтижесінде олар 2009 жылы Кабео кратерінің маңында мұз түріндегі су табылғанын айтты.
Осы уақытқа дейін айға 86 жүру аппараттары луноходтар жіберілді. Бұл миссиялар Жапония, Қытай және Америка елдерінің айдың әртүрлі аумақтарындағы топырағын зерттеуге бағытталды. Бірақ әлі біз білмейтін заттар өте көп. Бүгін сіздерге біздің табиғи жерсерігіміз туралы аздап болсын мәлімет бердік деп ойлаймыз. Жалпы каналды ашар алдында басты мақсатымыз сіздерге ғылыми және тарихи деректерді қарапайым тілмен түсіндіру болды. Сіздер де бізді қолдайды деген үміттеміз. Ал сіздермен болған жұмбақ әлем. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.